Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен People's Book'тың Part 2 үшінші бөлім Lesson 5 бесінші сабақты өтетін боламыз. Exercise 1. Listen, point and repeat. Тыңда, белгіле және қайтала дейді. What kind of hair have you got? Сізде шашыңыз қандай деп тұр, қандай түсте деп. Dark hair, қара шаш. Fair hair, светлый шаш, ашық шаш, ашық түсті, я. Сары шаш деп алсақ та болады. Curly hair, бұйра шаш. Ponytail, хвостик, я, буылған шаш. Brown eyes, қоңыр көз. Eyes дегеніміз көз, я. Mustache, мұрт. Beard дегеніміз сақал. Glasses, очки, көзілдірік. Next, exercise 2. Read and complete. Оқы және жалғастыр дейді. Then, look and write yes or no. Кейін қарап, я немесе жоқ деп жазыңыз дейді. Бірінші мысалда көрсетілген Linda has got a ponytail. Мұнда біріншіден қараңыздар. Әріптерін алмастырып жазған, дұрыстап жазуымыз керек ретімен. Ponytail деп мін. Енді no деп жазам. Мына жерде no деп көрсетілген. Has деген бізде бар деген, Линданың шашы не дейді? Буылған шаш деп тұр, Мына жерде Линданы іздейміз. Линданың шашы буылған ба, мұндай ма? Жоқ, ондай емес, Яғни біз мұнда no деп жазамыз. Келесі. Katya has got fair hair. Катяға бізде. Мана, оның шашы fair hair деген бізде қандай түс? Ашық түс, Ақшыл дейді. Ақшыл ма? Жоқ, Яғни біз мұнда no деп жазамыз. Ал мұнда біз жазылуын әдемілеп дұрыстап жазатын боламыз, Мана атастырып жазған A-I-F-R деп жазған, Біз fair деп жазамыз. Fair hair, yes. Third sentence. Rick has got a beard and a mustache деген, Rick бізде қандай? Міне, оның не дейді? Мұрты және сақалы бар дейді, Біз не деп жазамыз? Бар, yes деп жазамыз. Beard, мұнда жазамыз. Mustache деп жазамыз, Келесі, first. Aaron has got glasses. Aaron қаны бізде? Міне, оның очкиі, көзілдірігі бар дейді, Көзілдірігі бар ма? Жоқ, яғни біз қалай жауап береміз? No деп жауап береміз. Келесі, біз glasses деген сөзін мына жерге қатесіз жазатын боламыз. Monty has got big eyes дейді, үлкен көзі бар дейді. Мончиіміз қаны мына. Мончиіміз қаны біздің? Мына. Yes дейміз мұнда. Eyes деген бізде қалай жазылады?